Қалайсыңдар достар? Қытайдың туы жоқ, Қытайдың туын іліп қойын десек, дегенмен Қытай мемлекеті қазір Америкадан қатты ілгері озып бара жатыр ғой, білесіздер, иә? Енді неге қытайлар соншама озып жатыр? Неге олар қарқынмен дамып жатыр? Қараңыздар, біз балабақшаға барған кезде біз не істедік? Кукламен ойнадық, қуыршақпен, машинамен ойнадық, ойыншық машинамен болды. Біз сөйтіп ойнап жүрген кезде бірінші сыныпқа бардық, еш нәрсе білмейміз, әлі де ойнап жүрміз. Екінші сыныпта, үшінші сыныпта, ал екінші, үшінші сыныпта Қытайдың балалары, біз сол кездегі екінші сыныпқа баратын, мотор жинап жатты да, мотор жинап жатты. Машинаның моторын жинап жатты олар. Міне айырмашылық осыда. Олар тамақ пісіріп жатты, ана қыздары болсын, қуыршақ тоқу біледі уже бірінші, екінші сыныпқа барғанда. Міне олар бағыт-бағдарын қайда жіберді. Ал біздер 11 сынып бітірсек те тоқу да білмейміз, мотор жинау да білмейміз, еш нәрсені білмейміз. Технологиялық сабақтарды университетке, колледжге барған кезде көзіміз бақырайып, алғашқы рет көріп тұрамыз. Оған дейін біз ғана қалай орындық істеу керек, соны ғана үйренген шығармыз. Азер кетсе, сосын инемен жіпті қолымызға ұстап білетін шығармыз, болды. Одан басқасын еш нәрсені білмейміз. Бізге осындай сабақтар қажет деп ойлаймын. Олардың қазір балабақшаларында телефонды қалай жөндейді, соны үйретіп жатыр. Кабельдерді қалай салады, оптика дегеніне балабақшадан бастап үйретіп жатыр да. Бізде балабақшада тек қана, сенің осындай атам бар, Қазақстанда басқаратын, сол керемет адам, осындай, солымен ғана басқарумен болады. Міне, менің ойымша, ұрпақты тәрбиелеу осы балабақшадан басталады. Мемлекетті құру балабақшадан басталады.